Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан, және де бүгін менің арнамда жаңа видео. Бұл видео 8 наурызға арналған сыйлықтар идеясы. Бірақ шынында біздің сүйікті аналарымызды, әпкелерімізді, немесе жігіттер көріп отырса, онда сүйіктілеріңізді қуанту меніңше ол бір мерекеге байланысты емес. Кез келген уақытта осы идеяларды өздеріңізге алсаңыздар болады. Өйткені мен білем, жігіттерге сыйлық таңдау өте қиын. Олардың фантазиясы көп нәрсеге жете бермейді. Одан кейін қыздар оған ренжи бастайды. Бүгін мен екі жақты әңгімелескім келіп отыр. Бірінші, ол қандай сыйлықтар беруге болады. Ол идеялар менде өте қатты көп болмайды. Бір-екі өте универсалды идея сіздерге айтқым келіп отыр. Және де екінші жағынан мен сол сыйлықты алатын адамдарға нұсқаулық айтқым келіп отыр. Өйткені шын мәнісінде сыйлықты беру бір бөлек, сыйлықты ала білу ол басқа бір нәрсе. Оның да өзінше бір ережелері бар. Көп кіріспесін келтірмей, сіздерге бірден идеялардан бастайын. Ең бірінші идея мен үшін ол өте бір ерекше нәрсе, ерекше сыйлық. Меніңше көптеген қыздарға да сондай болуы мүмкін. Мынандай бір бокс бар. Менің инстаграмнан көрсеңіздер, осы жылдың басында мен осындай бокстарды жасап бастағанмын. Өйткені шын мәнісінде мен осы нәрсемен бөліскім келді адамдармен. Бұл бокстың ішінде не бар дейсіздер ғой? Бұл жақта тадам! Кітап. Қарапайым кітап емес, ерекше кітап. Менің сүйікті авторым Орхан Памуктың «Сезім музейі» деген қазақшаға аударылған кітабы. Бұрыннан көретін көрермендерім біледі. Бұл кітапты мен өте қатты жақсы көремін, және де осы кітаптың желісімен кәдімгідей мұражай ашылған Стамбулда. Сол мұражайға барып келген влогым бар. Көрмесеңіздер, көріп шығыңыздар, осы жерге мен сілтемесін көрсетемін. Бұл кітап меніңше кез келген қызға, кез келген кітап сүйер оқырманға ұнайды. Ол қыз болсын, сіздің мүмкін мұғаліміңіз болсын, әпкеңіз болсын, жай ғана бірге жұмыс істейтін әріптесіңіз болсын. Қазірде көпшілігі кітап оқығанды жақсы көреді. Менің айналам өзі сондай. Және де бұл кітаптың қазақшаға аударылғаны тіптен өте керемет дүние. Орхан Памук негізі өзі Нобель сыйлығының иегері. Кәдімгідей мен үшін бір махаббат дастаны осы кітап. Осы кітапты мен өзімнің осындай керемет боксыма салып отырмын. Негізгі осындай сыйлық. Бұл сыйлық жалғыз жүрмейді. Қасына енді әйел адам болғаннан кейін әрдайым өзін-өзі күтінуді жақсы көреді ғой. Мынандай екі қасына сыйлық қосып отырмын. Бұл мынау Нивеяның кремі, бестселлерлері. Нивея компаниясын білесіздер, бұрыннан бері келе жатқан осы Қазақстандағы ең мықты мүмкін компаниялардың бірі. Мен бұлардың мицеллярлы суларын да пайдаланам, кремін де пайдаланам, мынандай ерінге арналған бальзамын да пайдаланам өзім. Бұл кремнің бір жақсы жері өзіңмен осылай алып жүресің. Қолыңа жақсаң болады, ерніңе жақсаң болады. Жаңағыдай әсіресе осы қазір көктемдерде, қыс кезінде біздің теріміз өте тез құрғайды. Аяққа да жақсаңыздар келесі күні тап-тамаша ылғалдандырады. Және де бір жақсы жері бұл креммен макияжды сүртуге болады. Егер де макияж сүртетін молочко дейміз немесе басқа да нәрселеріңіз бітіп қалса, тек қана спонжикпен осы кремге жағып, көздеріңізді, беттеріңіз сүртсеңіздер өте жақсы для снятия макияжа. Негізгі күтімнің бірі болып саналады. Еріндеріңіз құрғаса, осыны жақсаңыздар бірден ылғалдана түседі. Бұл негізі менде универсалды сыйлық, универсалды бокс. Бұны сіздер ер адамдарға да жақсаңыздар болады. Мысалға Диас осындай Нивеяны қолданады, машинесіне салып қоям, қолын сүртіп, қашанда қолы құрғап жүреді. Сол себептен бетіне де жағады. Сондай бір ерлердің де қолдана алатын дүниелері. Егер де сіздерге ұнаса, осы видеоның астына ол боксты қалай алатындарыңыз жайында мен жазамын толыққанды. Бұл боксты мен кез келген қалаға жібере аламын. Егер де қызық болса, жазыңыздар. Астында нөмірлерін бәрі келтірілген. Келесі бір идея, ол да өте универсалды идея, ол сертификат. Сертификатты сыйлайық деген кезде тек қана жаңағыдай бьюти-мания, Монами деген сияқты иіссу алуға немесе косметикалық дүкендерді бірден ойластырамыз. Бірақ қазірде шыны керек бүкіл дүкендерге сертификат сыйлауға болады. Сыйлайтын адамыңыз ол қандай? Мысалға киім киюді жақсы көрсе, онда оның сүйікті дүкеніне барып, сіздерде сертификат жаңағыдай сыйлауға бола ма деп сұрасаңыздар, кез келген дүкенде қазірде сертификат алуға болады. Ол тіпті
жаңағыдай Zara, Mango сияқты дүкендер болсын, тек қана кассасына барып сұрайсыздар, мен осыншама сомаға сертификат алғым келеді деп. Тағы да бір идея, ол спаға сертификат, немесе кез келген, білмеймін, салонға, сұлулық салонына, массажға, адамға жағымды болатын сондай процедураға сертификат сыйласаңыз, меніңше ол өте керемет. Немесе қазірде Алматыда болсаңыздар, жаңағы 8 көл деген, 8 озер деген жер бар. Біз ол жерге осы 14 ақпан кезде барғанбыз, ол жерден сіздерге влог түсірдім, бірақ әлі оны өңдеп үлгермедім, сол себепті жақын арада сіздерге өңдеп көрсетемін. Сол жаққа сертификат бар, мен оны нақты білемін. 10 мың теңгелік немесе 20 мың теңгелік карточканы сыйласаңыздар, ол адам сол карточка арқылы сол жерге барып кез келген нәрсесін қолдана алады. Тауыспа, мысалға Алматыда, өздеріңіздің қалаларыңызда, менің ойымша, сіздер табасыздар ондай жерлерді. Кез келген қыз-келіншекке немесе жас үлкен, мысалға мұғалім болсын, аналарыңыз болсын, меніңше ондай сыйлық өте әдемі. Өте қарапайым дүниелер. Егер де тіпті білмей жатсаңыз не сыйлайтыныңызды, онда гүлмен торт ол әрдайым меніңше өте бір жақсы сыйлық. Гүлдің өзі меніңше кез келген сыйлықтың жанында жүру керек атрибут. Енді мен ақырын ғана сыйлық алу жайында айтып жатырмын, өйткені көптеген қыз-келіншектерді мен естимін. Олар өздерінің жолдастарынан гүлді алуды онша қатты ұнатпайды екен. Көп жерде мен естіп жатам, бізден жаңағыдай үлкен, жастар үлкен, жұптар болғанда да олар айтады, ой, сол гүлді алғанша, сол ақшаға маған басқа бір нәрсе алып бер. Ол гүл бәрібір де тұрады, шіріп кетеді деген сияқты. Бұл енді 10 жыл, 20 жыл бірге тұрып жүрген мүмкін жұптар да сондай шығар. Бірақ меніңше гүл деген оның да өзінің құндылығы бар. Я, ол 1-2 күн ғана тұрады, я, оның бағасы мысалға қымбат болуы мүмкін. Бірақ сонда да оның басқа энергиясы бар. Егер де сіздерге жолдасыңыз гүл сыйлап, 1-2 роза болса да жағымды бір сезім сыйлағысы келсе, меніңше оған ешқандай да тосқауыл қоймау керек. Біз негізі әйел адамдар өздеріміз тосқауыл қойып тастаймыз. Ой, мынаның орнына басқа нәрсе бермедің бе деп. Енді осы жерден жігіттер, ер адамдар көрмей қойса болады. Ары қарай сыйлық алу жайында әйел адамдарға айтқым келетіні, кез келген кішкентай сыйлық болса да, оған кәдімгідей балаша қуанып үйрену керек, қуануды. Өмірде барлығы энергия, ренжісек те біз белгілі бір энергияны әлемге шығарамыз, қуансақ та белгілі бір энергияны шығарамыз. Оны біз ойлаймыз, біздің ішкі ойымызды ешкім оқи алмайды деп. Бірақ сол энергияны, сол сезімді, сол сіздің көңіл күйіңізді міндетті түрде бәрі оқиды. Оның үстінде сіздің екінші жартыңыз міндетті түрде оны оқи алады, ол оны сезеді. Сіз оған ештеңе айтпасаңыз да, кішкентай сыйлығына егерде, жарайды, рахмет деген сияқты, бірақ іштей қуанбасаңыз, ол да сезіліп тұрады. Және де келесі рет ол адам сізге сыйлық беруден тартынып, кішкене қорқып, оған бір жаңағыдай болезненная тема дейді ғой, сондай болып қалады. Бір бижутерий болса да, кішкентай дүние болса да, оған шынайы қуануды үйреніңіз. Көптеген қыздарда байқаймын, сыйлыққа деген олардың ожидание дейді ғой, күтуі өте жоғары. Олар шектен тыс бір, білмеймін, 8 наурыз болсын, менің туған күнім болсын, не осы уақытта маған екінші жартым күшті бір нәрсе сыйлайды деп соны күтіп жүреді. Жаңда мен оны тез-тез Инстаграмға қою керекпін деген сияқты оймен жүреді. Егер де өзінің жаңағыдай күтілген нәрсесінен кішкене төмен болып қалса болды. Бүкіл жаңағыдай оның сезімі, бүкіл эйфориясы жоқ болып кетеді. Қатты күтуді, асыра күтуді алып тастау керек. Ожидание жүрген жерде міндетті түрде разочарование болады. Бар болғаны сыйлыққа деген ойыңызды өзгертіңіздер. Сыйлық деген ол сіздерге жай ғана бір бонус, ол сізге бір қажетті дүниеңізді алып беру деген ол әрине қажетті дүниеңізді жаңағыдай есіне алып сізге сыйласа, ол өте керемет. Бірақ қажетті дүниеңізді алатындай сіздің өзіңіз де мұршаңыз болу керек. Бұрындары мен сөйтіп айтатын Диасқа, маған жаңағыдай аяқ киім керек деп. Ол да бір қателік, өйткені сенің өзіңнің қажеттілігіңді сен өзің барып алу керексің. Енді біз әрине бірге барып алатынбыз, бірақ ол маған деген сыйлық сияқты болатын. Бірақ қазірде негізі ол дұрыс емес подход, өйткені сыйлық дегеннің өзі бір бонус ретінде болу керек. Мұның барлығы не үшін айтып отырмын? Жаңағы шынайы қуану сезімін сіздерде тудыру үшін. Ал егер де сіз маған не сыйлайды екен, ананы сыйлайма, мынаны сыйлайма деп кәдімгідей өзіңіз іштей соны ойланып жүрсеңіз, ол сіздің күтуіңіз деген сөз. Сол күтуді алып тастаңыз. Тек қана жай ғана сол күні бір кішкене гүл болса да, бір тал роза болса да, сіздер оны күткен жоқсыздар.
сондай бір әсер болу керек. Неге шынайы қуану керек? Осы жерге де келіп жеттік. Өйткені ер адамдармен әйел адам енді бірге отбасы құрып, бірге өмір сүріп жүргенде олардың энергиясы бір-бірімен өте қатты тығыз байланыста жүреді. Ер адам өзінің тапқан ақшасын әйел адамға жаратқан сайын, және де ол әйел адамнан сондай бір шынайы қуануды, шынайы ризашылықты алған сайын, ол ер адамның материалдық жағдайы көтеріледі екен. Бұны мен өзім шығарған жоқпын, бұл мен өзім оқыған кітаптардан, Ольга Валяева болсын, Лариса Ринар деген әйел адамдарға арналған коуч-тренерлер бар, сол кісілердің мен кітаптарынан оқығаным осы дүние. Ер адамның егер де материалдық жағдайын, енді әйел адам болғаннан кейін біз соны ойлаймыз ғой, соны көтергілеріңіз келсе, онда оның беретін сыйлықтарына шынайы риза болыңыздар, шынайы қуану керек. Сол кезде ол ер адамға сол энергия беріледі. Мен ризамын, мен оны қабылдаймын, мен қуандым. Яғни энергиясын сіз оған сондай қылып бересіз. Ол саған материалдық дүние берді, сен оған жаңағыдай қуаныш, ризашылық энергия бердің. Ол энергияны ол алып, одан да үлкен материалдық дүниеге айналдырады. Бұл дегеніміз жай ғана энергия алмасу сондай. Кез келген сыйлыққа шынайы қуану керек, және де оны қабылдай білу керек. Кейде болып жатады, үлкен сыйлық береді, біз оны ойбай, не үшін алдың, ақша құртып деген сияқты сөздермен, сондай сөзді айтудың өзі дұрыс емес негізі. Сондай сөздермен құртып жатамыз. Келесі кезде саған жаңағыдай Алла айтады: жарайды, саған керек емес па, саған ақша құрту керек емес, жарайды, онда саған келесі кезде кішкене аз нәрсе берілсін деген сияқты. Кез келген сыйлықты қабылдай білу керек. Мен осыған лайықпын. Бұл адам маған осындай үлкен сыйлық берсе, жарайды, мен оны қабылдаймын ризашылықпен. Бұл жерде кішкентай бір жаңағыдай секундтар болады. Мысалға сізге адам сыйлық берген кезде бірден сіз ұялып қалуыңыз мүмкін. Сол нәрсені бақылап көріңіздер. Осы 8 наурызда самооценка дейміз ғой. Сол деңгейіңізді қарап көріңіздер. Егер сіздерге жан-жақтан сыйлықтар беріліп, мысалға әріптестеріңіз сыйлықтар береді, сол кезде ой, жаңағыдай ұялып, ішіңізден бір қысылып, сондай нәрсе болса, онда ол сіз өзіңізге деген сыйлықтар, өзіңізге деген әлемнің беріп жатқан нығметтерін қабылдамайсыз деген сөз. Өзіңізді соған лайық деп есептемейсіз деген сөз. Ал егер де жай ғана рахмет, кәдімгідей шынайы ризашылықпен қуанып, мен осыған лайық екенмін деген оймен қабылдасаңыз, онда сізге келесі рет оны 2 еселеп, 3 еселеп беріп жатады. Мен әрдайым ойлаймын, адамдар сыйлықты қабылдауды да үйрену керек. Оның ішінде әйел адамдар. Өйткені біз өзімізді көп ретте төмен санаймыз, көп ретте өз-өзімізге көңіліміз толмайды, сол себептен лайықсыз деп санауымыз мүмкін. Ол сезімдердің бәрін алып тастау керек. Өзіңізді лайықсызбын деп санай берсеңіз, сізге ешқандай сыйлық та келмейді. Ал ер адамнан жақсы үлкен сыйлықтар алудың бір амалы, ол жаңағы мен айтып өткен кішкентай сыйлықтарынан қуана білу керек. Сонымен, достар, сіздермен осындай кішігірім құпиямен бөліскім келді. Қазірде мереке келе жатыр, осы күндері бақылап көріңіздер, байқап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, қуана-қуана жауап берем. Сіздермен болған мен Айжан, және де келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on.